Саламатсыздар ма? Менің аты-жөнім Ташпулат Бамбат Нұржанқызы. Ғылыми жобаның тақырыбы Wi-Fi-дің пайдасы мен зияны. Жоба жетекшісі Айтбаева Мадина Жалауқызы. Зерттеудің жұмысының мақсаты Wi-Fi-дің желісінің пайдасы мен зияндылығын зерттеп білу, оның зияндылығын сақтану жолдарын айқындау. Wi-Fi дегеніміз не? 21 ғасыр информациялық қоғам дәуірі. Компьютерлік технология өмірімізге кең таралып, қанат жаюда. Технологиялық құрылымдардың жетілуі, компьютерлік ақпараттық жүйенің енгізілуі жаңа білім беру бағдарламасын қалыптастырады. Wi-Fi дегеніміз не? Деген сұраққа жауап іздейтін болсақ, ол жай сымсыз байланыс. Басқа сөзбен айтқанда, бұл қарапайым түрде ноутбуктердің арасында және интернет желісіне сымсыз қосылу. Сымсыз байланыс. Локальды желінің негізгі міндеті ғимарат ішінде ақпарат ресурстарына қолжетімділік. Пайдалану сферасының екінші мағынасы бұл қоғамдық байланыс нүктелерін көрнекті жерлерде ұйымдастыру. Қонақ үйлерде, әуежайда, кафеде және аталмыш мерекелерде уақытша желіні ұйымдастыру. Және де 1991 жылы Wi-Fi-ді Хейстер Нидерландыда ойлап тапқан болатын. Бұл сауда-саттық салаларын қамту үшін әзірленген. Wi-Fi өзінің жылдам таралуының арқасында әуежайларға, кеңселерге, мемлекеттік орындарға, кафе-барға және қонақ үйлерге тез енді. Бұл құрылғы төмен жиілігі 2,4 толқынды шығарады. Wi-Fi ағылшынның wireless fidelity, сымсыз дәлдік, сандық деректерді беру форматы болып табылады. Wi-Fi-дің адамдарға зияны. Алайда, оқу үдерісінде тегін Wi-Fi-дің көмегі тиеді. Жалпы оқу орын аймағында қамтылған Wi-Fi оқу үрдісінде көмектеседі деп тұжырымдалады. Бірақ өкінішке орай бұл тек қалауымызда ғана. Ал шын мәнінде білім алушылар негізінде Wi-Fi-ды білім алу қажеттіліктері үшін емес, онлайн ойындар ойнау мен әлеуметтік желілерде сөйлесу үшін қолданады. Және де адамдарға Wi-Fi-дің зиянды әсерін азайтуға мүмкіндік беретін ережелер. Wi-Fi-ді түгелдей қауіпсіз деп айтуға болмайды. Бірақ Wi-Fi сөйлесі біз күн сайын пайдаланатын басқа тұрмыстық құрылғылардан әлде қайда аз деп айтуға болады. Электромагниттік өрістердің әсерін азайту үшін төмендегі осы ережелерді ұсыну керек. Қосылып тұрған микротолқынды пештен алыс тұрыңыз. Wi-Fi модемінің қасында ұйықтамаңыз. Wi-Fi сигналын қабылдайтын құрылғыны тізеде немесе үстелде ұстаған дұрыс. Егер ғаламтормен жұмыс істемесеңіз, Wi-Fi модемін өшіріп қойыңыз. Үйде болған кезде үй телефонын қолданыңыз. Wi-Fi зиянды толық зерттелмегендіктен, Wi-Fi модемінің жанында кішкене баланы барынша алыс ұстаған дұрыс. Менің зерттеуім тәжірибелі қолдану. Ережелер жазылған ақпараттық бет. Осы ережелерді сақтай отырып, электромагниттік өрістің адамға әсерін азайтуға болады. Және де менің ұсынысым Wi-Fi сигналын қабылдайтын құрылғыны тізеде немесе үстел үстіне ұстаған жөн. Және де жаңада айтып кеткендей, үйде болған кезде үй телефонын қолданған дұрыс. Және де Wi-Fi зияндылығы толық зерттелмегендіктен, Wi-Fi модемінен баланы барынша алыс ұстаған жақсы. Бірақ еліміздің денсаулығын ойлайық. Болашақта мықты ұрпақ қалдыру үшін ғасырлар бойы елім, жерім деп өскелең ұрпаққа қанын төккен ата-бабаларымыздың рухтайын сыйлап, таза табиғатты бағалайық. Wi-Fi атты сымсыз қаруының құрбаны болғанша, еліміздің денсаулығын ойлаған дұрыс. Назарларыңызға рахмет.